Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Зада. Бүгін французша картофель немесе гратен де финуа тағамын дайындаймыз. Бұл өте тез әрі жеңіл дайын болады және өте дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер. Картофельді жуып тазалап, осындай жіңішке слайстарға кесеміз. Менің отбасыма бір келі картофель жеткілікті болды, ал сіздер қалауыңыз бойынша аласыздар. Мінекей бәрін осылай біркелкі етіп кесіп болғаннан кейін духовкаға салып пісіретін ыдысқа салып, үстіне сливкиге дәмдеуіштерді қосып, біркелкі етіп құйып шығамыз. Менде 33% сливки болғандықтан жартысы бетіне қаймағы жиналып қалыпты. Енді кез келген қатты сырдың сортын алып, үккіштен өткізіп, осылай біркелкі етіп, картофельдің бетін жауып, салып аламыз. Енді 180 градуста қызып тұрған духовкаға 35-45 минутқа салып пісіреміз. Оның дайын болғанын ағаш шпажкамен тексеруге болады. Мінекей гратен дайын. Енді бұны жеке тағам ретінде беруге болады, немесе гарнир ретінде беруге болады. Мен отбасыма аз тұздалған сөмгімен бердім. Сіздер өзіңіздің қалауыңызша бересіздер. Аз болсын.